Барлықтарыңызға қайырлы күн. Көріп отқандарыңыздай, мен бүгін Шымкенттемін. Шымкентте деген ауа райы жанып тұр енді. Ыстықтап жатыр. 16 градус. Бүгін 20-ға дейін көтеріледі. Түнде плюс 8. Сағат 11-ден 31 кетіп жатыр. Ауылдан Шымкентке келгенше таксовать етіп, жол жөнекей адам алып келдім. Қазір Яндекске линияға шығам. Шымкент қаласын да өмірімде 4-5 ақ рет болғам, тем более былай қаланы аралап жүрмегем. Прямой бір жерге келем, тура сол жерден обратно қайтам. Мысалы, той болады, туған күн болады, немесе жаңағы больницаға барып қайтасын, сондай. Былайынша қаланы білмеймін, 0 вообще, 0%. Сол үшін бүгінгі видеоның тақырыбы қаланы білмесең қалай? Қаланы білмейтін адамдарға таксовать етуге бола ма, болмай ма деген сұрақта біз сіздермен бірге мен жұмыс істеп сіздерге көрсететін болам. Қалада 2 күн болам деген ойдам. Бүгін сәуірдің 3-і, жексенбі. Каналға жазылмаған болсаңыздар, өтініш каналға жазылып қойыңыздар. Комментарийға кіріп, ұялмай, қатем болса, бір жерден жаңағы ұсыныстарыңыз болса, бәрін, немесе осындай контент түсірсең жақсы болар еді деп айтсаңыздар болады. Барлықтарыңызға жауап беріп жүрмін. Ал енді айта кететін зат, Шымкент қаласында ешқандай қазір не жоқ екен. Бонус мотивация жоқ екен, мотивашкалар ғой. Ал жаңа гарантированный заработок дегеніміз 45 заказға 29 000 гарантия береді екен. Алматыдағыдай 40 000 емес, бірақ Таразда 20 000. Алдындағы видеоны көрмегесін болсаңыздар, каналға өтіп көрсеңіздер болады. Таразда бір кішкене 3-4 сағат таксовать етіп көрдім. Көрек енді Шымкентте де қосып мұны. Мүмкіншілігінше видеоны жаңағы басынан аяқ үзбей, айландырмай көрсеңіздер дұрыс болар еді. Аналитикаға қарасам, менің видеомды ары кетсе 4 минут, 5 минут қана қарайды екен. Одан артық ешкім қарамайды екен. Сол үшін сіздерге өтініп сұрарым, видеоны көргенде айландырмай соңына дейін көрсеңіздер. Біз линияға шықтық, кеттік. Шығайық. Қаладан қалаға ауысқан кезде басында ойлап едім, әр қалаға келгеннен кейін офисқа барып, жаңағы немесе техподдержкаға звондап қаланы ауыстыру керек шығар деп, жоқ, онда ештеме керек емес екен. Прямой өзі Яндекс ауыстырып не қыла береді екен. Повышенный спрос жоқ. Бүгін жексенбі ғой, елдің бәрі таксовать етіп жүр. Көбісі адамдар демалады, жұмыс жоқ. Сол үшін осында ближняя подача дейді. Соңы көрінеді екен. Шоқан Валиханов көшесіне бар. Поверните направо, во двор. Машина оралмай қалған емес. Ал кеттік. Тура ближний подача. 2 минут күттік па? Күткенде жоқ. Біз 2 минут күтіп өткен жоқ. Заказ түсіп жатыр. Тфай, менде әйтеуір заказ түсу жағынан проблема жоқ. До конца маршрута осталось 100 метров. Арасында қосып отырам. Айтып отырам өзімнің қалай впечатлениялармен бөлісіп отыратын боламын. Ағайындар, мінекей сағат 12-ден 25 кетті. Линияда жүргеніме 50 минут болды. 4 заказ жасап тастадым 50 минуттың ішінде. Заказдардың бағалар мынандай: 350, 520, 540, 280. 10 минуттық нелер екен. Мына жерде біраз болды отырғаныма. Гарантияға 110 теңге потом. Кейін потом не қылайық онда. Процент жайлы айтайық. Комиссия. Шымкентте комиссия аздау екен. Через 100 метров поверните направо. Так, міне.
11-7 Яндекстің комиссиясы, парктың комиссиясы, енді 4-1 ол менің жаңағы өзімнің паркымның. Поверните направо. Ой-ой-ой, өтіп кеттім. Әңгіме етіп отырып өтіп барады ма? Мен уже 5-ші заказға келе жатыр. Вы Күніне приехали. 45 заказ жасау реально сияқты маған. Қатты қиын емес, заказдарға ары кетсе 10 минут, 5 минут заказдар бәрі. Поверните направо. Маршрут перестроен. Подачада қатты алыс емес, прям ары кетсе бір 100-200 метрлік жерлерден береді екен заказдар. Счетын минусқа кіріп кетті, тек қана нелер ғана түседі. Безналдың счетыңыз, мына балансыңыз минусқа кіріп кетсе, сізге тек қана жаңа ненің безналдың заказдары ғана түсетін болады. Шымкентте аздау ғой деймін безнал. Күтіп отырмын. Бір жерде повышенный спрос дейді. Көріп тұрған жоқ. Фиолетовый зона аз екен бұл жақта. Фиолетовый зона жоқ десе де болады екен. Сол үшін өйстіп күтіп қалмау үшін шешкен кезде ақшаны под ноль шешпеңіздер де, баланстарыңызды всегда бір 1000 теңге қалдырып қойсаңыздар. Қазір отырып қалып, отырамын өйстіп күтіп заказ. Ой. 29-ды 45-ке бөлсе қанша болады? Примерно бір заказ 600-700 теңгедей болу керек қой. 29-ны бөлеміз 45 заказға. Сонда ең минималка 640 теңгеден болу керек қой негізі. Дұрыс. Сонда орташа есеппен алғанда Шымкент қаласында таксидің бағасы сонда 650 теңге болып тұр ғой, примерно. Түскі ас ішіп алу керек қой, қарным аша бастады. Мына жақтарда жақсы лағманханалар бар ма екен? Атамесі плов жегім келіп жатыр. Тағы айта кететін, қоса кететін зат. Шымкентте, Таразда, Алматыға қарағанда менің расход, бензинімнің расходы неғұрлым азайды. Короче, где-то примерно 100-ге Алматыда 10-11-ге дейін барып қалады кейде расход. Ал бұл жерде Шымкент пен Таразда 7-8 литр расход. Плов самса кизет дейді, көрейік. Қолымен ше салайын дедім, нан жарты нан, плов, порцияны арасыңыздаршы. Мен 10-10-дің қасы. Кәппес, жарты килограмм плов қой, жартысын жерін тойып қалдым болды сонда. Реально жарты килограмм на жерде, Жаңағы тамағымның чегі 1463 теңге. Алматыда болса 2,5 теңге, 2000 теңге бөлдім тастап кетшедім. Айта кететін зат, жаңағы Шымкентте картамен төленетін заказдар өте аз екен. Сол үшін Шымкентте жүрсеңіздер 1000 теңге емес, даже счетыңызда, балансыңызда 2000 теңге ұстап отқандарыңыз дұрыс болады деп ойлаймын. Қазір мысалы менде балансым минусқа кіріп кетті. Минус 256 түспей жатыр. Счетымда, балансымда ақша болса, прям жетпей жатып түсіп жатыр, бәрі наличка болып шығып жатыр да. А вот қазір заказ жоқ, көріп отқандарыңыздай.
Сосын көбісі айтушы еді, Шымкентте жол ережесін сақтамайды, ешкім бардак, анау мынау деп, ондай көп байқаған жоқпын. Бір-екі жер андай пробка болып қалса ғана кішкене сондай нелер болады екен, фук-фук ета қалулар. А былай нормально. 1 грамм артық бекерден бекерге сигнал басып, ешкімге не қылмайды екен. Поворотник қостың, спокойно өтіп кеттім. Алматыдағыдай қыстырылысып, бекерден бекерге сигнал басып, артыңа тақалып алып, фарт етіп жүретін адамдар жоқ. Жоқ десе де болады. Мен өзім көздестірген жоқпын әлі. Тарифтер жайлы айта кететін болсақ, в основном міне осындай 560, 1130 теңгенің заказы. Почти бір жағынан екінші жағын алып келдім, зоопаркқа келдім. Жарты сағат жүрдік. Жарты сағат жол жүрдік. 15 километрде жүрдім ғой деймін. 15 километр жүрдім. Так, 1330 теңге болды. Бұл жердің комиссиялары азырақ болғаннан кейін, Алматыға қарағанда 205, қалғаны өзіме 1125 теңге. Нормально. Алматыда да жарты сағат жүрсең, сондай ақша 1000 теңгенің заказын жасайсың. И наконец-то пизнал. Сосын Шымкентте тағы ұнаған жері, светофорлардың бәрі жасылдан кейін сары жанады екен де, сарыға еще 3 секунд беріледі екен. Сары 3 секунд жанады, содан кейін қызыл жаңағы. Өте ыңғайлы. Барлық жердің светофорлары примерно сондай, пока что мен байқағаным бойынша. Алматыдағыдай андай емес, бір жерлерде қарасаң, жасыл 2, 1, 0 дейді да, бір кезде неге ауысады ғой, сразу қызылға ауысып кетеді ғой. А кей жерде келе жатасың, 4 секунд қалғанда моргать ете бастайды, бір жерлерде 3 секунд, короче, бардак. Бұл жерде прям светофорлардың бәрі қызыл бітеді, секундамер санап біткен соң. Сосын сары жанады, сарыға еще 3 секунд беріледі да. И содан кейін барып жасыл жанады. Өте ыңғайлы, өте Алматының әкімшілігінен қарап отқан адамдар болса, Шымкентке келіп кішкене жүріп көріңіздер. Пробка да жоқ, вообще кептеліс жоқ, рахат. Так, мінекей ағайындар, сағат уже 6 болайын деп жатыр. Мен линияға шыққаныма 6 сағат болады ғой. Сонда, мысалы, бірінші заказымды мен 11:35-те алдым ғой. Жарты сағат жаңа түскі ас ішкенім бар. Сонда линияда жүргеніме 6 сағат болды. 19 заказ жасадым. 9615 теңге болды. Пробка жоқ, рахат. Шымкентте болады, негізі жаман емес. Алматымен разница, мысалы, Алматыда 6 сағат жүрсем, осындай уақыттың ішінде примерно жаңағы таза қалғаны 13-10 мың қалып жүретін. В принципе, бірдей. Жаңағы Шымкенттен қарайтын, постоянно жүретін көрермендер болса, жазып отырыңыздар. Сіздерде қандай орташа табыс, қандай жоғары жақсы таптым деген кезде қанша тауып келесіздер, және жоқ бүгін табыс болмады дегенде қандай табыс. Меніңкі бүгін қандай екен білмей тұрмын ғой, көшелердің аттарын да білмеймін. Так, енді мен болсам жаймен жаңағы неге қарай по делам деп указать на карте деймін да. Бағана келген жағым қай жақ еді мен. Так, газ. Састөбе. Мен только ваш жақтан келем, былайынан кірем ғой мен. Мына жерден ауылға қарай адам алып кетуге болады, по-моему.
Дұрыс қой, ә? Жібек жол. Так, осы жерге дейін по пути деп қаланы білмеймін. Мына жерге қойып қоям. Кеттік сонда. Соңына дейін көрген көрермендерге барлықтарыңызға рахмет. Үзбей көргендерге екі есе рахмет. Каналға жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар. Бөлісетін таксист, жаңағы, білмеймін, істеймін ба, істемеймін ба деп қобалжып жүрген адамдар болады. Яндекске шық десе, ой, қойш дейтін адамдарға, сондайларға жіберіп қойыңыздар видеоны WhatsApp-пен жаңағы. Көрсін болатын, істеуге болады деген сияқты. Мен болсам, бензин өте көп емес, өте аз жағылды. Бүгін бір жаңағы 9000 неден примерно 2000 теңгенің бензинін жақтым. Қазір еще ауылдан бері қарай келе жатып жаңа попутка алып келдім. Қазір барған кезде, бара жатқанда, қайтып баратқан кезде той қаласа шықса алып кетермін. Сонымен бензин жабылады деп ойлаймын негізі. Мысалы, мен сияқты ауылдардан келіп істейтін болсаңыздар, жаңағыдай ауылдан адам алып келіп, хотя бензиндеріңіздің жарқысын жауып отса да жаман емес. Ол үшін маған еще заправкаға кіріп шығу керек. Осылай міне, қаланы білмей істеуге болады. Бір көше білмей. Главный, ең бастысы жолда жүру ережелерін жақсы білсеңіздер, және өзіңізге уверенный, опытный жүргізуші болсаңыздар, ешқандай қиыншылық болмайды. Мына жерде міне көріңіздер ғой, 60 деп тұр, біздің келе жатқан скорость, осыған қарап отырыңыздар. Кейде Яндекс дұрыс емес көрсетуі де мүмкін. Сол үшін жаңағы жолдың жанындағы знактарға бәрін қарап жүріңіздер. Кейде жаңағы разворот болмайтын жерлерден разворот жаса деп айтады. Сол үшін жаңағы знактардың бәрін мұқият қарап жүріңіздер. Мұқият болып айдасаңыздар, ешқандай штраф та болмайды, ештеме болмайды. Істеуге болады, жұмыс істеуге болады. Тағы да ораза қабыл болсын, ниеттеріңіз періштелердің құлағына ілініп, тілеген тілектеріңіз орындалсын. Мен болсам қайттым ауылға.